Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін бар жоғы 3-4 қажетті заттардан өте дәмді тағам жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай әрі тез. Ол үшін ең алдымен етті жақсылап турап, маринадтайтын боламыз. Етті көріп тұрғандарыңыздай, осылай ұзын-ұзын жұқалап турап алдым. Бір жұмыртқаны жарып, жақсылап вилкамен араластырып аламыз. Менде сиыр еті, жұмыртқаны қосамыз, дәміне қарай тұз қосамыз, бұрыш қосамыз, және де соя соусын қосамыз. Кішкене су қосып жібереміз, және крахмал қосамыз. Картоп крахмалы немесе жүгері крахмалы барлығы бола береді. Жақсылап араластырамыз. Бұл соус өте дәмді болып шығады. Әрі қарай болгар бұрышын турайтын боламыз. Осылай үлкен-үлкен 4 бұрышты етіп турап аламыз. Пиязды да дәл солай үлкен 4 бұрышты етіп тураймыз. Турап алдым. Әрі қарай қызып тұрған табаға май құйып, етімізді салып, қуыратын боламыз. Әрі қарай пиязымызды саламыз. Болгар бұрышын қосып, жақсылап араластырып, қуырамыз. Осы жерде бұрыштардың қосындысын қостым. Бұл жерде 3 бұрыш, яғни кориандр, қара бұрыш және қызыл бұрыштың қосындысы. Өте керемет дәм беретін болады. Үстіне 1 стақан су құйып, бетін жауып, баяу отта қалдырамыз. Не достар, дайын болып қалды тамағымыз. Мен гарнирге күріш қайнаттым.
егер сіздерге рецепті керек болса жазып кетіңіздер, арнайы видео түсіретін боламын. Дәмі өте керемет болып шықты. Жақындарыңызға жасап берсеңіз болады. Ас болсын.